Қымбатты білім алушылар, менің математика каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз туынды тақырыбы бойынша есептер шығаруды үйренетін боламыз. 14-те бірінші есеп функциясын туындысын табыңыз дейді. Бізге fx функциясы тең болады 3-тен 1 көбейтілген x куб қосылған 2x-тің квадраты азайтылған 4 деген функция берілген. Бұл есепті шығару үшін біз алдыңғы сабақта өтілген формулаларды еске түсіреміз. Бірінші жазылған біздің өрнегіміз дәреженің туындысын табуға арналған формуланы қолданамыз. Одан кейін барып с тұрақты санның туындысын табу формуласын қолданамыз. Осы формулаларды қолдана отырып есептерді шығарып көрейік. F туынды x тең болады. Қосудың туындысының формуласын қолданамыз. 3-тен 1 x-тің 3 дәрежесінің туындысы қосылған 2x-тің 2 дәрежесінің туындысы азайтылған 4-тің туындысы тең. Енді мына тұрған дәреже 3 жанына түседі. X-тің алдына 3-тен 1 өзі жазылады. X-тің квадраты қалады бізде. Мына тұрған 2 бізде алдына түседі. Көбейтілген x 1 дәреже қалады. Ал 4-тің дәрежесі туындысы ол тұрақты сан, яғни ол 0-ге тең. Оны жазбаймыз. Сонымен мына тұрған 3 пен 3-ті қысқартып жібереміз. Бізде нәтижесінде x-тің квадраты қосылған 4x шығады. Есептің жауабы x квадрат қосылған 4x. Келесі в-сы fx-тен 4x-тің 6 дәрежесі қосылған 7x-тің 5 дәрежесі қосылған 1. Тағы да осы функцияның туындысын табайық. f' тең болады 4x-тің 6 дәрежесінің туындысы қосудың туындысының формуласын қолданып жеке-жеке туындысын алып жазайық. Бір санның туындысы тең. Бұл жерде де біз дәреженің туындысының формуласын қолданамыз және тұрақты санның туындысының формуласын қолданамыз. 6 дәреже x-тің алдына түседі де, бізде 4 жердегі 6 24x. Бірді бірліп кемітіледі, 5 дәреже қалады. Келесі қосу 5 x-тің алдына түседі. 7 жердегі 5 35, x-тің 4 дәрежесі 5-тен 1 бірлік кемітіліп жазылады формула бойынша. Енді 1-дің туындысы ол тұрақты сан 0, оны жазбаймыз. Есептің жауабы 24, x-тің 5 дәрежесі қосылған 35, x-тің 4 дәрежесі. fx-тен минус 5x-тің квадраты қосылған x плюс 1. Туындысын табайық. f' тең болады минус 5x квадрат туындысы қосылған x-тің туындысы қосылған 1-дің туындысы. 2 дәреже x-тің алдына түседі, яғни дәреженің туындысын табу формуласын қолданамыз. Минус 10x-тің 1 дәрежесі жазбайық қойсақ болады. Қосылған x-тің туындысы бізде 1-ге тең. Ал 1 тұрақты санның туындысы 0-ге тең. Оны жазбаймыз. Есептің жауабы минус 10x плюс 1. f' тең 0 теңдеуін шешіңдер дейді. А. fx тең 4x квадрат плюс 2x. Бұл функцияның теңдеуін шешу үшін біз қосуға арналған туындының формуласын қолданамыз. Сонымен қатар дәреженің туындысын табу формуласын қолданамыз және x-тің туындысы 1-ге тең екен формулаларын қолданамыз. Олай болса, f' тең 4x квадрат 1-ден жазатын болсақ, туындысы қосудың ережесі бойынша және 2x-тің туындысы тең. Енді дәреженің туындысын қолданамыз. 2x-тің алдына түседі, 4 жердегі 2 8, x 1 дәреже қалады, оны жазбасақ та болады. Қосу x-тің туындысы 1-ге тең, ал x санын
Ол алдында тұрақты сан. Сонымен x-тің туындысы 1 болғандықтан 2-ні 1-ге көбейтсек 2 болады. Енді осы шыққан өрнекті 8x қосу 2-ні біз 0-ге теңестіреміз. 8x-ті табатын болсақ, 2-ні теңдіктің оң жағына өткізіп, минус 2 деп жазамыз. X-ті анықтайтын болсақ, минус 2-ні бөлеміз 8-ге. 2 мен 8, 2 деген ортақ санға қысқарады. 2-ні 2-ге бөлсек 1-ден тиеді, 8-і 2-ге бөлсек 4-ден тиеді. Есептің жауабы минус 4-ден 1. Енді келесі fx тең 3x квадрат минус 4x. Бұл өрнекті теңдеуді де шешу үшін біз азайтудың туындысын қолданамыз, формуласын. Және де дәреженің туындысының формуласын қолданамыз. Сонымен қатар x-тің туындысы 1-ге тең деген формуланы қолданамыз. Олай болса, есепті шығарып көрейік. f' тең 1-денен жазайық. Азайтудың туындысының формуласын жеке-жеке жақшаға аламыз. Мынау және бұның орнында бізде 4x тұр. Туындысын аламыз. Тең. 2 саны x-тің алдына түседі. Екі жердегі 3-ім 6, 1-ден жазамыз. Және 2-ден 1 бірлік азайтылады. Формула бойынша біз ол 1 дәреже болады, жазбасақ та болады. Азайту 4 көбейтілген x-тің туындысы 1-ге тең, 4-ті 1-ге көбейтсек 4. Енді осы 6x минус 4-ті 0-ге теңестіреміз. 6x минус 4 тең 0. 6x-ті табу үшін 4-ті теңдіктің оң жағына шығарамыз. Енді бізге x-ті табу қажет. Ол үшін 4-ті бөлеміз 6-ға. Көбейтуге кері амал орындалады. X тең 4 пен 6 2 деген санға қысқарады. 4-ті 2-ге қысқартсақ 2-ден тиеді, 6-ны 2-ге қысқартсақ 3-ден тиеді. X тең 3-ден 2. Есептің жауабы 3-ден 2. Y тең fx функцияларының x0 нүктесіндегі туындысын табыңдар дейді. A fx тең x квадрат көбейтілген x минус 1, x0 нүктесі тең минус 1-ді табыңдар дейді. Алдымен біз мына жерде жақшаны ашып алайық. X квадрат жақшаның сыртындағыны x-ге көбейтеміз. Және осы x квадратты минус 1-ге көбейтеміз. Олай болса, жақшаны ашып көрейік. fx тең x-тің 2 дәрежесі, мына жерде 1 дәрежемен екеуі көбейту ережесі бойынша дәрежелер қосылады. X-тің кубы. Азайтылған x-тің квадратын 1-ге көбейтсек, x квадраттың өзі болады. Енді бізге осы функциялардың x0 нүктесіндегі туындысын табыңдар дейді. Яғни туындысын табайық. f' x тең x куб азайтылған x квадрат осының туындысын табамыз. Азайту амалының туындысының формуласына қолданатын болсақ, жеке-жеке туындыларын жазып алайық. Енді дәреженің туындысын табу формуласын қолданамыз. 3x-тің алдына түсетте 3x квадрат болады. Азайтылған 2x-тің алдына түссе 2x болады. Енді біз осы жерде x-тің орнына мынау минус 1-ді әкеліп қоюымыз керек. Яғни 3 көбейтілген минус 1-дің квадраты. Азайтылған минус 2 көбейтілген минус 1. Минус 1-дің квадраты, яғни жұп сан дәреже болса, теріс санның жұп сан дәрежесі оң сан болады. Минус 1-дің квадраты 1 болады. 3-ті 1-ге көбейтсек 3 болады. Ал мына минусты қолымызбен жауып, 2-ні минус 1-ге көбейтсек минус 2 болады. Жақшаның сыртындағы минуспен плюс болады. Олай болса 3 қосу 2 тең 5 болады бізде. Есептің жауабы 5. Келесі есеп b. fx тең 3x көбейтілген x плюс 1 жақшаның ішінде x0 нүктесі минус 3-ден 2-ге тең дейді.
Бұл кезде де біз жақшаның сыртындағы өрнекті жақшаның ішінде өрнектерге жеке-жеке көбейтеміз. Олай болса, fx тең 3x-тің бір дәрежесі мен мына жердегі бір дәреже көбейту ережесінде қосылады дәрежелер. 3x-тің квадраты қосу 3x-ті бірге көбейтсек 3x-тің өзі болады. Енді осы жазылған функцияның туындысын табайық. f'(x) тең 3x квадрат қосылған 3x туындысы жақшаның сыртында. Қосудың туындысының формуласын қолданамыз. Жеке-жеке жақшаға алып туындыларын жазамыз. Енді мына жазылған өрнекте біз дәреженің туындысын табу формуласын қолданамыз. 2x-тің алдына түседі, екі жердегі 3-ім бізде 6x болады. Бір бірлік кеміген екен, бұл жерде бір дәреже қалады, жазбаймыз. Қосу x-тің туындысы 1, 3-ті бірге көбейтсек 3. Енді табылған өрнекке x 0 нүктесіндегі минус 3-тен 2-ні әкеп қояйық. Олай болса, 6 көбейтілген жақшаның ішінде минус 3-тен 2 теріс сан болғандықтан жақшаға алып жазамыз. Қосу 3 тең 6 мен 3 қысқарады. 3-ті 3-ке бөлсек 1-ден тет, 6-ны 3-ке бөлсек 2-ден тет. 2-ні минус 2-ге көбейтсек минус 4 болады. Жақшаның сыртындағы плюс 3, минус 4 қосу 3, жауабы минус 1 болады. Оқушылар, егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюларыңызға болады.